орта ғасырлық тарихы түркі дәуірімен байланысты. Себебі түрік қағанатының батыс бөлігі қазіргі Қазақстан аумағын қамтиды. Бұл кезең қазақ этногенезі мен мемлекеттілігінің, материалдық және рухани мәдениетінің дамуында ерекше орын алды. Түркі өркениеті әлемдік өркениеттің дамуына да зор ықпал етті. Түркілер жалпы дүниетанымдық сенім жүйесін және жыл мезгілдері маусымға бөліп күнтізбені қалыптастырды. Олардың әліппесі мен жалпы мемлекеттік тілі де болды. 8 ғасырдағы түркі руналық жазуының жарқын ескерткіші тастағы жазулар болып табылады. Олар түрік қағаны Білге қағанның және оның інісі Ханзада Күлтегіннің құрметіне қойылған тастағы жазулар. Сонымен түркілер ұлан-ғайыр далада отырықшы және көшпелі өркениетінің өрнегін қалыптастырды. Сонымен қатар өнер мен ғылымның орталығына айналған орта ғасырлық қалалардың гүлденуіне жол ашты.